Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қазіргі ғаламда адам болмысының қасиеті күрделеніп, сан түрлі сипатқа ие болуда. Адамның бойындағы барлық қасиет те, қабілет те, оның өзінде сақталған тылсым кодтары да жатыр. Рухтық кодта және тәннің табиғи кодында. Адам бүгінгі күні ерекше бір аппарат секілді. Ол әрі қабылдағыш, әрі сканер, әрі өз болмысын өзі зерттей алатын тірі МРТ іспетті күрделі жаратылыс. Адам бойындағы энергияның күші оның көзі, қолы, кеңістігі арқылы ағылып, емдік қуатқа айнала алады. Кейде адамның қолының жеңіл жанасуының өзі жазылуға түрткі болатындай қуатты әсер береді. Қазіргі адамда энергия арқылы сүйекті орнына салуға да, ішек, қарын, асқазан сияқты мүшелердің жұмысын реттеуге де мүмкіндік беретін ішкі күш бар. Адам бойындағы қасиет оның әр қимылында, әр тынысында, өзіне тән энергиялық өрісінде көрініс тауып, емдеу мен жаңғыртуға қабілетті қуат көзін ашып берді. Адам өз бойында туа біткен шексіз мүмкіндіктің иесі. Энергия күшімен емдеу, көріп келдік, алысты жақындатып, жақынды алыстатып, оқиғалар желісін қалыптастыру, оқиғаның мәнін өзгерту, ойдың күші арқылы әлемге ықпал ету сияқты қабілеттер де қазір әр адамның өз ішінде бар. Бұл қасиеттер адамның табиғи рухтық қуаты оянғанда көрінетін, оны кеңістігімен, ойымен, болмысымен әрекет ете алатын деңгейге жеткізетін мүмкіндіктер. Қазіргі ғаламдық күштер адам туралы бұрын соңды айтылмаған жаңа хабар жеткізуде. Адамның мүмкіндігі бүкіл ғаламдық өркениеттердің қуатын біріктіретіндей қайталанбас ерекше күшке айналып отыр. Адам тек бір тіршілік иесі емес, ол әлемдердің тәжірибесін бойына жинаған, шексіз мүмкіндіктердің иесі ретінде жаратылған болмыс. Айтылып жатқандай, ешбір техника, жасанды интеллект немесе медициналық аппарат адамның өзінен күшті емес. Өйткені адамда сол техникалардың ар жағындағы мәнді сезетін, көре алатын, түсіне алатын, емдей алатын тікелей қуат бар. Адамның ішкі кеңістігі, өзінің табиғи медицинасы, өзінің сезіну аппараты, өзінің жарығы. Біз мұны өз көзімізбен көріп жүрміз. Дәрісіз, дәрігерсіз ақ ішкі тепе-теңдікті тауып, бойындағы жарығын оятқан адамдардың сауығып, жаңарып жатқанын көріп отырмыз. Бұл адамның рухтық кодтарының қозғалғанын, оның табиғи қуаты қайта жанданып жатқанын көрсететін белгі. 2023-24, 25 жылдардың соңына дейін ғаламдық сапарлардың форматы мүлдем басқа еді. Арнайы рухтар көне тарихи жерлерге жіберілетін. Ол жерлерде әрқайсысы өзінің кім екенін, өткен ғұмырларда кім болғанын есіне түсіріп, сол өңірді тазартып, ақиқаттарды ашып жүрді. Ал қазір біз ол деңгейден өттік. Ендігі жол өз елімізден басталып, ары қарай шетелдерде жалғасады. Мықты рухтар халықтың басын қосып, әр қалада рухтық кездесулер жасап, миллиондардың санасын ашпақ. Өйткені кездесуге келген адамның өзі сол жерде автоматты түрде ашылады. Бойындағы қасиеті де, рухтық жат та оянады. Содан соң ол өз әулетін, айналасын оятып, миссиясын атқарып, өркендеп өсіп кете алады. Ғалам қазір барлық рухтарды ашық түрде халықпен жұмыс істеуге шақырып дайындап тұр. Халықтың өзі де кезеңнің өзгергенін көзімен көріп, таңдап, сезініп, бойындағы қасиеттердің ашылуы арқылы ақиқатты тануда. Мұның бәрін ғалам өзі ұйымдастыруда.